Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз 9 сынып деректер базасы туралы жалпы түсінік, ол туралы анықтамалар, оның құрылымы, жалпы сол туралы білетін боламыз. Олай болса, біз жалпы ең алдымен нені білу керекпіз? Деректер базасында жалпы ең алдымен деректердің базасы дегені не ол? Және біз соны білу керекпіз. Ол деректердің базасы, ол бізде белгілі бір қасиеттері бойынша жинақталған үлкен көлемдегі ақпараттар жиынтығы. Ол қандай қасиеттер дейтін болсаңыздар, например, адамдар бір мектепте жұмыс істеуі мүмкін, бір мектепте оқуы мүмкін, бір компанияда істеуі мүмкін, яғни оларды біріктіретін белгілі бір, яғни жұмыс орны, немесе оқитын мектебі, оқитын тіпті класы, немесе бір баратын үйірмесі болуы мүмкін. Сол үйірмелер жинайтын болса, сіздерді біріктіретін белгілі бір қасиет бойынша жинақталған болса, ол деректер базасы болады. Ал мәліметтер қоры дегеніміз, ол кең ауқымды деректерді сақтауға, өзгертуге және өңдеуге арналған деректердің ұйымдастырылған жиынтығы. Ал енді осыларды жалпы деректер базасын және деректердің мәліметтер қорын солармен жұмыс жасауға арналған негізі программалық жасақтама бар. Оны бізде ДББЖ немесе ДКБЖ деп атайды. ДББЖ дегеніміз деректерді басқаруға арналған басқару жүйесі дейді, немесе деректер базасын басқару жасақтамасы дейді, немесе ДКБЖ дегеніміз деректер қорын басқару жасақтамасы деп аталады. ДКБЖ-ның жалпы екі түрі бар. Біріншісі ол жеке қолданушыға арналған. Жеке қолданушыға арналған деректер базасының негізі түрлері, жалпы ол негізі өте көп, бірақ осы жерде беріліп болған Алматы кітабы 9 сыныпта берілген. Ол Visual Fox Pro, MySQL, MariaDB, MongoDB және Access берілген. Және көп қолданушыларға бізде берілген Informix пен Oracle берілген. Жалпы осылай сіздер ұбт-да келген кезде көп қолданушыға арналған программалық жабдықтама дейтін болса, значит Oracle Informix-ті, ал жеке қолданушыға арналған ДББЖ дейтін болса, яғни Visual Fox Pro, MySQL, MariaDB, MongoDB деген сияқты вариантты белгілеу керексіздер. Келесі ұғым жалпы деректер базасының түрлері. Деректер базасының түрлері дегеніміз олардың жалпы қалай бөлінуі туралы. Яғни бірінші бөлінуі ол деректердің түрі болып тұр. Және жақшаның ішінде байқағаныңыздай сипаты, тәсілі, ұйымдастыру түрі деген жақшаға алынған. Себебі әр кітапта әрқалай берілген. Мысалға Алматыда мысалға ол деректің түрі дейтін болса, Атамұрада сипаты деп сияқты сондай түрлері бар. Жалпы олай болса по порядку керек. Ең бірінші сақталған деректердің түрі бойынша, сипаты бойынша бізде ол бөлінеді фактографиялық және құжаттық болып бөлінеді. Фактографиялық дегеніміз қатаң берілген форматта бұл ұсынып жазылған объектілер туралы қысқаша аппарат. Аналогтар, қағаз карталары, бейне кітапхана каталогтары, кітап каталогы. Және құжаттық дегеніміз бұл мұрағатты архив деп айтуға болады. Мысалы, мәтін, графика, дыбыс, мультимедиа, аналық мектептегі құжаттардың электрондық мұрағаты, тарихи құжаттар мұрағаты. Яғни мектептердегі біздегі негізі бұрында құжаттардың мұрағаты, когда электронды болмаған кезде бізде ол электронды вообще мектептің журналы 70 жыл архивте сақталынатын болған. Тура сол сияқты қазір электрондық нұсқасы бізде яғни архивта сақталынады. Деректерді сақтау тәсілі бойынша, яғни сізде бағана сақталынып қойған деректердің түрі, яғни сақталған түрі бойынша болып тұр. Мынау уже деректерді сақтайтын тәсіл, яғни біз бұл жерде қалай деректі сақтағыңыз келеді, яғни олай бөлінеді орталықтандырылған. Яғни сіздер деректерді, например, бір компьютердің ішінде сақтауыңыз мүмкін, немесе бірнеше компьютерде сақтауыңыз мүмкін. Егер де барлық деректерді бір компьютерде сақтайтын болсаңыз, немесе бір серверде сақтайтын болсаңыз, ол бізде орталықтандырылған деп аталады. Ал егер де жан-жақта болатын болса, оны таратылған, ал атамұра баспасы бойынша бұны үлестірілген деп атайды. Яғни әртүрлі ақпарат бөліктері түрлі компьютерде сақталған, жергілікті немесе ғаламдық желі болуы мүмкін дейді.
яғни сол бір деректі бір компьютер сақтансаңыз, ол орталықтандырылған бірнеше компьютер болса таратылған болады, яғни жан-жаққа таралып кеткен деген сөз ғой. Деректерді ұйымдастыру бойынша, яғни ұйымдастыру бойынша дегеніміз, яғни барлығын өз орнына қою, ол бізде ұйым, яғни бізде ұйымдастыру бойынша дейді. Екінші атамұра бойынша бізде деректі ұйымның құрылымы деп келеді. Сонда біз ұйымдастыра аламыз. Бірінші реляциялық емес деп айта аламыз. Реляциялық дегеніміз бір-бірімен байланысқан, ал реляциялық бір-бірімен яғни байланыс болмауы мүмкін. Яғни біреуінде негізгі болады, қалғандары оған бағынышты деген сияқты. Реляциялықтың түрі кестелік, реляциялық емеске екеуі жатады, ол иерархиялық және желілік. Енді солардың барлығына по порядку. Ең бірінші желілік мәліметтер қоры, бұл бізде нүктелердің әрқайсымен байланыстырылған түйіндер жиынтығы дейді. Аналогы жол картасы. Например, сізде маршруттар А точкасынан Б точкасына баратын болсаңыз, сізде екі түрлі маршрут болуы мүмкін. Яғни сіздерде сызып беретін, яғни сізге қысқа жол болуы мүмкін, немесе біздегі айналма жол болуы мүмкін. Соны сіздерге көрсеткен. Екінші түрі бізде иерархиялық мәліметтер қоры. Бұл көп деңгейлі құрылым, ағаш түріндегі деректер жиынтығы. Бірінші элемент басты болып саналады, қалғандары оған бағынышты деректер. Оған мысал ретінде қазір бізге жұмыс үстелінің ішінде, мысалға бізге D документінің D дискісінің ішінде, бір папканың ішінде бір суретіміз бар дейтін болсақ, яғни бізде ең бірінші негізгі дерек, яғни бастапқы бірінші элемент ол жұмыс үстелі. Одан кейін менің компьютеріме басамыз, менің компьютердің ішінде бірнеше дискілер пайда болады, соның ішінен D-ны таңдаймыз, D-ның ішінен бірнеше бумалар пайда болады, бумалардың ішіне кіргеннен кейін файлымызды алсақ болады. Бұған аналог ретінде тағы да бір біздің жеті атамызды айтуға болады, яғни біздегі ең бірінші үлкен атадан яғни бабаларымыз, бабаладан атамыз, атадан әкеміз, әкемізден сіз, сізден балаңыз, одан кейін немереңіз таралып кетуі, ол да бізде иерархиялық көп деңгейлі құрылым болып саналады. Ал кесте түріндегі мәліметтер қоры, ол бізде ең көп таралған мәліметтер қоры, оларды реляциялық, яғни relation сөзі байланыс деп атайды. Яғни олардың барлығы жалпы мағыналық жағынан не болмаса логически өздері бір-бірімен байланысқан болғандықтан оны реляциялық деп атайды. Оларды жалпы деректер қорының ұғымдары жалпы ең басындағы нысан, атрибут, өріс, жазба және кілттік өріс. Нысан дегеніміз бұл мағлұматтар деректер базасында сақталатын ақпараттық жүйенің элементі. Жалпы негізгі объект ретінде бізде реляциялық байланыста кестені аламыз да, ал кестенің ішінде тағы да бір ұғым бар, ол атрибут деген ұғым бар. Бұл бір нәрсенің ерекше белгісі, тұрақты қасиеті, заттың ажырамас бөлшегі дейді. Тура атрибутқа негізі синоним сөз бар, бұл өріс деп аталады. Бұл белгілі қасиеті бар кестенің бағаны. Яғни баған дегеніміз өріс болу, немесе атрибут деп аталады. Ал екінші түрі бізде тағы да түрі бар, сол өрістердің ішіне сақталатын деректер, яғни біртіндеп ячейка сақталған кезде жалпы оның барлығы бір жазба болады. Бұл деректер базасының өрісінде орналасқан белгілі бір қасиеті жазылған кестенің жолы, ол бізде жазба. Жазба ол жол, ал өріс ол баған. Атрибут значит өріс. Ал кілттік өріс бұл жазбаны бірегей түрде анықтайтын өріс. Мысалы, ол нөмір, тарау, тауар коды және есептегіш өріс. Яғни оларды былайша айтқан кезде бөліп тұратын, яғни ешкімге қайталанбайтын бір какой-то бір бөлшегі, өрісі, ол бізде ключевое поле деген сөз ғой. Ол, например, сіздің иініңіз болуы мүмкін, удостоверение номеріңіз, ID-іңіз болуы мүмкін, яғни соның барлығы бізде кілттік өріс бола алады. Жалпы кестелік деректер базасында өріс дегеніміз ол бізде жазбаға жатпайды, ол кестенің ішіне орналасатын, яғни бағандардың ішіне енетін мәліметтердің негізгі классы деп атауға болады, яғни қандай деректер түсуі мүмкін. Осы жерде мысалға қазір бізде тегі деген бар, тегі деген бағанға, оны көріп тұрғандарыңыздай, бізде бұл жерде символдық немесе мәтіндік, значит, бұның астындағы мәліметтердің барлығы мәтіндік болып кетеді. Бұны сол себепте атрибут, яғни бұл өрістің ажырамас бөлігі,
аты дегеніміз тоже бізде мекен-жай, телефоны бізде сандық керек, яғни телефон номер сандық болады, ол текстовый бола алмайды, яғни мәтіндік бола алмайды. Жалпы осы бізде бағандардың барлығы өрістер, ал біздегі жазбалар, яғни бірінші жазба ол Асанов Қанат Самал 3-те номері яғни жетілерден тұрады, ал мына жерден жазба, екінші жазба ол бізде Қанатұлы Рақым, яғни одан кейін Өмірзақ Есдәулет. Жалпы 3 жазба бар, және 4 өріс бізде бар. Яғни бізде 4 өріс, яғни 4 қасиет бойынша деректерді сақтаймыз, ал жалпы берілген осының ішінде 3 жазба ғана ішінде сақталған. Жазба дегеніміз ақпараттың және жазылатын және сақталатын кестенің жолдары. Кестеде жазбалардың кез келген санының болуы немесе бірде-бір жазбаның болмауы мүмкін, бос кесте болуы мүмкін. Ал мәліметтер қорын құрайтын бағандардың барлығы өрістер деп аталады. Әр өріс үшін, яғни өріс атауы, ол мәліметтің типі, сипаттар тізімі, сипаттамасы беріледі. Қайтадан бағана кестеге оралайық, яғни өріс әр өріске, оның өрістің атауы, оның типі, яғни ішінде сақталатын деректердің типі, және қосымша параметрлер. Например, кесте мысалға бос болып қалуы мүмкін. Кейбір кезде мысалға айтайық, мына жерде тегі мен аты бар, және мысалға отчество деген ол әкесінің аты. Кейбір төлқұжаттар номерлерде негізінде әкесінің аты болуы мүмкін. Соответственно, біз сол кезде өрістерге жазған кезде, яғни ол поле, яғни сол жер бос болып қалуы мүмкін деген сияқты қосымша параметр береміз. Яғни бізде осы жерде соны, яғни сипаттамасы деген жерде соны айтып тұр. Өріс атауы ол бізде бірегей ат, онда бос орындар болуы мүмкін. Өріс атауы бос орыннан басталмау керек. Өрістердің аттары нүкте, үтір, леп белгі, апостроф және тік жақшадан символдарын қамтуы мүмкін дейді. Жалпы мақсатына қарай типтер, бұл жерде 9-шы сынып деректер қорымен, яғни жұмыс жасау үшін Excel'ді берген. Соответственно, деректердің соның ішінде барлық деректер емес, сандық, мәтіндік, уақыт, күн, ақша типі логикалық берілген. Осы типтарды қолдануға болады деп айтқан. Сандық тип дегеніміз математикалық есептеулерде пайдаланылатын бүтін немесе нақты сандар. Ал мәтін дегеніміз есептеулерді қажет етпейтін символдық немесе сандық мәліметтерді сақтау типі. Күн, уақыт бұл күнтізбе күндерін ағымдағы уақытты сақтауға арналған типтер. Ақша типі ақша құндылығын сақтауға арналған тип. Ал логикалық тип ол ақиқат немесе жалған мағыналарға ие болатын, негізделіп құралатын сөйлемді біз логикалық тип айтамыз. Яғни соңында true немесе false деген ғана мәнді қабылдау керек. Жалпы бізде бүгінгі тақырып осы. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған информатикаға сау болыңыздар. To the city streets, we began to feel the fire.